Міне мына мені алдаған учаскелік инспектор Қизат деген, мен мінекей қараңыздар, тура сағат 12-де келдім, 12-ден 3 минут кеткенде сағат 5 болып жатыр, мен осында 5 сағаттай отырмын. Енді бір 10 минутсыз 5 сағат. Сонда менің талабым тек қана өздерінің бастық айтқан, заңнамалық нормада бір жерде көрген, бастық айтқан міндетті мына заңнамалық нормаларды түсіндіріп, конфликттар болмау үшін алдын ала түсініктеме жұмысы жүргізу керек деген полицейский. Мен айттым, тым болмаса телефонмен звондаңыз деп. Соған енді бағана бастығының орынбасары да звондады, әлде өтірік сондай көз бояушылық болып жатыр ма? Жеңістері, мінекей бастық Жансеркин жеңіс 4 рет телефонын лақтырды. Менің телефонымды қоя салады, тұтқасын қоя салады, өшіріп тастайды. Сол енді мына кісі қайтадан айтып отыр, мен дейді қазір мына ісімді бітіріп алайын, сосын мен оған звондаймын дейді. Мен оған бармаймын, алдында айтты, барам деді, тағы да өтірік, енді звондаймын деп отыр. Мен айтып отырмын, қазір звондаңызшы. Жоқ, мен істерімді бітіріп алайын. Неше сағаттан кейін меніке звондады. Қандай адамды құқын бұзып, мінеки неше сағат аяғы ауырған адамды ұстап отыр жаңа Қизат. Мінеки осындай масқара болып отырмыз. Біз Нұрлан Мәсімов бастаған полиция енді басқарған полиция мекемесі, Жансеркенов оңтүстік полиция бөлімінің бастығы, Бек Данияр бізде қала полициясының бастығы. Мінеки осылай адамдарды адам құрлы санамай, өтірік алдап әкеліп, жұмыстарын жартылай жүргізіп, осылай істеп отыр бізде Кереку қаласының. Ысқақов бізде облыс әкімі. Мына полицейлар енді тіке бағынбаса да, бір 50% мен ойлап тұрмын соларға бағынышты. Ысқақов мүмкін өзі берді, осылай қазақ тілі деп жүрген Бейсенбай тегін барынша құқығын бұзып, барынша адами құқықтарын аяққа таптап, өтірік алдап, солай өз функционалдарын орындамай, әйтеуір тілді талап етуді үнін өшіріп, солай енді басқаша енді қайталай берем, кешірім сұраймын. Бірақ та мінеки 5 сағат мен отырмын. Неше сағат тағы да осылай жалғасады екен.